Бүгінгі шарамыздың алғашқы кездесуін өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының басқарма басшысы Мұхамеджанова Әсел Зейноллаға береміз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті педагогтер, құрметті әріптестер. Сіздерді республикалық тәлімгерлер форумында көргенімізге қуаныштымыз. Бұл форумды өткізу жұмысын жаңа бастаған педагогты сөйлемдеуде тәлімгердің рөліне бүкіл халықаралық қоғамда. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Тусупханова Бану Амановна өзінің тәлімгерлерге арналған ресурстар тақырыбында сіздермен өзінің тәжірибесімен бөлісетін болады. Сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, құрметті форумға қатысушы әріптестер. Ең алдымен республикалық өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығына алғысымды білдіргім келеді. Қазіргі таңдағы өзекті сұрақты талдауға мүмкіндік бергендеріңізге алғысымды білдіремін. Ең алдымен мен баяндамамды жас маман деген кім деген сұрақтан бастағым келеді. Әріптестер, жас маман деген кім? Жас маман дегеніміз жаңаға педагогикаға, кез келген салаға жаңадан бейімделіп жұмысқа орналасып келе жатқан адамды айтамыз жас маман деп. Рахмет. Жас маман деген ол біздің жүріп өткен жолымыз. Жас маманның арқалаған жүгі қандай? Мұғалім болғандықтан, жасына қарамастан, келешек ұрпақ тағдыры үшін жауапты адам. Белді ұстаз болғанша кездесетін кедергілер мен қиындықтарды қалай жеңуге болады? Әрине, тынымсыз еңбектің арқасында. Ендеше келесі бейнебаянға назар аударуларыңызға өтінемін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жас маман, ол біздің жүріп өткен жолымыз. Кешегі жас маман және бүгінгі жас маман. Директордың орынбасары қызметін атқарып келе жатқаннан жылдарынан бері жас маман мектебімізде тұрақты түрде жұмыс жүргізеді. Тәлімгерлер бекіп, жылдық жоспар құрылып, тәжірибе алмасу алаңы жас маманды жетелеу мақсатында өз жұмысын атқарып келеді. Ал тәлімгерлік бойынша номер 160 бұйрыққа сәйкес төлем жүргізіліп жүргеннен бері өрлеу біліктілік арттыру тарапынан ұйымдастырылып жатқан курстардың бәрі көңілден шығатыны қуантады. Алайда сұраулардың көбейіп, қағаздың да көбейгенін жасыра алмаймыз. Белді ұстаз болу үшін алдарыңызда ұсынылып тұрған талаптарды 100% орындамаса да қатысуға тиісті шаралар екенін мақсатқа қойғанбыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жас маманның алдында осы меженің барлығын өту бір талаптарының бірі болып саналады. Сол себепті бірінші лайфхакты ұсынгым келеді. Жас маман қолына оқу ісінің меңгерушісі сабаққа кірудің талаптарын береді. Lesson анализ деп аталады. Бұл парақша 10 бөлімнен тұрады. Өздеріңізде QR арқылы өтіп көре аласыздар. Бірінші қадам жасалды. Жас маман сабаққа қойылатын талапты біледі. Енді екінші жас маманға не керек? Әрине, әдіс керек. Ол үшін мектептегі шебер ұстаздар үйрету бізден, үйрену сізден шеберлік алаңдарын өткізіп, сабақтар үйретеді. Әрине, стандартты құжаттарды жүргізудің ережесі мен қатаң тәртібін үйреткеннен кейін, жас мамандарды сынға алуды емес, әдістемелік көмек беруді қолдаймыз. Ең бастысы мұғалім білімді болса, әдісті игеріп кететініне де көз жеткізіп жүрміз. Осылайша іс тәжірибесімен бөлісе алады. Келесі, әрбір келген жас маманға тәлімгер бекітіліп, тәлімгерлер өзара тәлімгердің сабағына кіргеннен кейін тәлім алушының диалогына назар аударсаңыздар болады. Сондай-ақ, жас мамандар арасында байқау ұйымдастыру керек. Біздің мектепте жас келсе іске байқауы дәстүрлі жүйелі түрде өтіп тұрады. Бұл сайыс 2 кезеңнен тұрады. Біреуі сабақ беру болса, екінші кезең шығармашылық. Байқауға қойылатын талаптар жыл мұғалімі үздік педагог байқауларының ережесінде алынады және келешекте
ұстаз сол белді ұстаз болуға бұл жасалатын қадамдардың бірі. Мына сілтеме арқылы өтіп, біздің жас мамандардың инста парақшасына шолу жасай аласыздар. Сонымен қатар, өзім мектептегі басты тәлімгер болғандықтан, жалпы жас мамандар мектебінің жұмыстарын ұйымдастыратын болғандықтан, биылғы келген жас мамандарға да біз YouTube каналдарының болғандығын алдына мақсат етіп қоямыз. 3 жыл бойы осы жас маман мектебінен алған білімдерін, тәжірибелерін осы парақшаларында алмасып іске асырып отырады. Сонымен қатар, мұғалімдарды жүйелі түрде бір жылға жұмыстарын саралап, мониторинг жүргізуді де біз алға қойғанбыз. Себебі қалай талап қойсақ, енше жас маманды да көтермелеп, ары қарай оның жұмысын марапаттап отыру ол біздің міндетіміз. Сондықтан да бұл мониторингпен де QR арқылы өтіп таныса аласыздар. Сөзімді қорытындылай келе, келесі бейне баянға назар аударсаңыздар деймін. Жай ғана назар аударып қоймай, жас маманға өзінің өмірлік ұстанымына айналдыра алатын тірек сөздерді теріп отырсаңыздар. Ұстаз күннің сәулесі шуағы жан-жағын жылытады. Ескіден қол үзбей жаңаға қол жеткізу заманауи мұғалімдердің қолынан ғана келеді. Баланың бабын табуда табандылық пен креативтілік қажет. Білім және ғылым министрі мұғалімдерді мерекесімен құттықтап, еліміздің әр өңіріне онлайн байланыс арқылы шыққан. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп ұлы Абай айтқандай, ең басты мамандық ол әрине де ұстаз. Өйткені ұстаз барлық мамандарды, барлық мамандықтарды тәрбиелейді, бәріне білім береді. Министр мұғалімдерді үлгі тұтып, пандемия кезіндегі қиын жағдайды тез бағдарлай алған мамандарды мақтан етті. Дәстүрлі түрде мұғалімдер күні қарсаңында үздік педагог республикалық байқауының қорытындысы жарияланған. Мектептің жүрегі мұғалім Бану Түсіпханова Шет ауданы Жамбыл Ақылбаев атындағы экспериментальды мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Ұрпақ тәрбиесінде ізденімпаздарға ғана жол ашық. Тұрған диссертацияның тақырыбы қазақ тіліндегі үстеме құрылым. Бүгінгі таңда тіл алғыш заманауи роботтарды емес, рухани бай жеке тұлғаларды қалыптастыру маңызды деп білемін. Неге біз алдымыздағы оқушылардан мінсіздікті талап етуге тырысамыз? Бізге тек бес алатын оқушы болуы шарт па? Бастысы ол емес әрине. Шығармашылық шыңы да мұғалімдерді биікке жетелейді. Білім жолында ауыл балалары еш кенжелемеу керек. Не баланы өмірге, не емтиханға дайындауымыз керек. Егер біз оларды емтиханға дайындасақ, бейімсіз, сынаққа тез сынатын болады. Ал өмірге дайындасақ, кемел адам болар анық. Рахмет. Ал енді қалай ойлайсыздар? Кез келген ұстаз өзінің ұстанымына айналдыра алатын қандай тірек сөздерді теріп жаздыңыздар? Табандылық, Рахмет. креативтілік, Рахмет. шыдамдылық, ізденімпаз, рухани бай. Рахмет, әріптестер. Біздің де жас мамандар осы бейнероликті көргенде өздеріне қандай тірек сөздерді, қандай сөз тіркестерін алу керек екенін өздеріне мақсат етіп алған. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Керемет, Бану Амановна, сіздің мынау тұжырымды ойларыңыз, осы жас маманның кәсіби өсуіне берген бағдарыңыз және түрлі лайфхактарыңыз біздер үшін бір өте ұтымды жұмыс және қатысушыларымыздың да көңілінен шықты деп ойлаймыз. Сонымен қатар сіздің тәжірибеңіздің байқағанымыз тәлімгер мен жас маманның өзара әрекеттестігіндегі әрекеттерді қалай жүзеге асыру керек, сол қадамды өте ұтымды жеткізе білдіңіз. Сонымен қатар нақты ресурстарымыз үшін алғыс айтамыз. Әрбір лайфхагыңыз осы конференцияға қатысып отырған жас мамандар, тәлімгерлер үшін бір басты ұстанымдары ретінде қабылдайды деген ойдамыз. Құрметті қатысушылар, Бану Амановнаның жұмысы бойынша сілтемелерді, лайфхактарды біздің инфотекадан алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Рахмет, Бану әріптес, сізге алдағы уақытта сәттіліктер тілейміз. Рахмет, әріптестер. Следующее слово я хотела